Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы бүгін сіздермен бір жасағанда шығатын өте дәмді самсалар дайындаймыз. Біздің самсамыздың тастасына ұн, айран, сары май, тұз және ас содасы қажет болады. Ең алдымен үлкен табамызға ұнымызды салып алып, үстіне сары майды үккіштен өткізетін боламыз. Кейін үстіне тұз, ас содасын және айранымызды құйып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды мешокқа салып, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Оған осындай тартылған ет, пияз және кішкене мөлшерде құйрық май қажет болады. Құйрық майымызды жақсылап ұсақтап турап аламыз. Кейін пиязымызды да ұсақтап тураймыз. Пиязымыз қаншалықты көп болса, самсамызда соншалықты дәмді болып шығады. Енді барлығын біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне тұз, қара бұрыш, паприка және зира саламыз. Енді барлығын жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып бір елеп аламыз. Дайын қамырымызды 40 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Сізде таразы болмаса, осы видеодағыдай теңдей етіп 36-37 бөлікке бөліп аламыз. Міне бөліп алдық. Енді қамырымызды бір-бірден жайып, самсамызды дайындайтын боламыз. Видеода көрсетілгенде жайып алып, бір ас қасықпен салмамызды салып, дәл осылай түйіп шығамыз. Қалған самсаларымызды да дәл осылай жасап шығамыз. Енді самсамыздың үстіне жағуға бір жұмыртқаның сарысы мен сүт қажет болады. Жұмыртқаның ағы мен сарысынан ажыратып алып, үстіне кішкене мөлшерде сүт құямыз. Осыларды жақсылап араластырып, самсаларымыздың бетіне жағатын боламыз. Енді самсамыздың үстіне қара және ақ күнжіт сеуіп шығамыз. Осы уақытта пешімізді 150-180 градусқа қыздырып қоямыз. Самсаларымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз пеште өте әдемі болып көтеріліп пісіп жатыр. Самсаларымыз пісті. Енді пешімізден шығарып, суығаннан кейін әдемі ыдысымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Міне біздің самсаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.